Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Алдыңғы видеода үлкен қалаға үй алуға шығып жатырмыз деп айтқан болатынмын. Барлығы Алматы деп ойлап жатыр екен. Алматы емес, Астана жас қала деп Астана қаласына келіп қалдық. Негізі маған осы қала ұнайды, жастардың қаласы ғой. Содан енемнің ағасының үйіне келдік. Осылай келіндік қызметте жүрдім. Бешбармақ асылды. Кешкісін енемнің туысқандары келді. Осылай әңгіме айтып отырдық. Одан ертесі күні үй беретін компанияларға шықтық, бағаларын, үйлерін салыстырып, бір-екі квартиралар ұнады, соларды қарастырып қойдық. Одан енемді Алматыға шығарып салдық. Енемнің Алматыдан келуін күтетін болдық. Сол аралықта балаларды алып шығып, паркке, анжақа мынжақа қыдырттық. Арасында өзімізде осындай қызық бірдеңелерді жеп қоямыз ғой, бала сияқты ше. Ахметті осындай машинге отырғыздық. Содан кешкісін балаларды тастап, ағам, жеңгем, өзіміз қыдыруға шықтық кешкі Астананы көруге. Осындай колесаға міндік, айналатын видеоның жалғасы бар.